Назарыңды өз өміріңе аудар. Бұл өте оңай жүзеге асады. Біреудің артынан ойланбай електей берме. Өзіңді осы өмірде жеке тұлға ретінде сендірсең, бірден ойлау қабілетің өзгереді. Сол тұлға ретінде ойланып, өмір сүріп кетесің. Егер де сен, Құдай сақтасын әрине, комаға түсіп, оянғанда кім екеніңді ұмытып қалған жағдайда, саған сен спецназ қатарында қызметтесің, сенің командаң тезірек бой түзеткеніңді күтіп жатыр дегенді естіген жағдайда, сен бұл мүмкін емес деп ойлар ма едің? Немесе комадан оянғанда сен фортепианодан сабақ бересің деген сөзді естісең, сен бұл сөздерді растау үшін дәлел іздейтін едің. Сондықтан әрдайым өзіңнің осы өмірде жетістікке жететін адам екеніне дәлел ізде. Өмірде жетістікке жету үшін өзіңнің белгілі бір тұлға екенін дәлелдейтін жүйе болуы тиіс. Өзіңді ерекше тұлға ретінде біл. Өзіңнің ісіңде ерекше бол. Мысалға, егер де сен өзіңді әлемнің ең мықты спортшылардың бірі ретінде білсең, сен өзіңді өз қатарымның алды болмасам да орташа деңгейдемін деген ойлаудан бас тартып, басқаларынан ерекше деңгейде дайындық жасайсың. Сол сәттен-ақ сенің көз қарасың, сөйлеген сөзің өзгереді. Біреудің айтқан сөзін қайталамай, өзіңнің көз қарасың қалыптасады. Басқа адамдардың арасында өзгеше орынға ие боласың. Бұл шынайы сен. Өміріңді өзгерту сенің ойыңнан басталады. Ойыңды тек дұрыс біліммен толықтырсаң, ойлаған арманыңа және алға қойған мақсатыңа жетесің. Ал егер де өзіңе сенімсіз болсаң, қоршаған адамдардың сөздерін тыңдап, өз ойыңнан алшақтасаң, армандарың ешқашан шын өмірде жүзеге аспайды. Өзіне сенімсіздік әр адамда болады. Тіпті әлемнің ең үздік тұлғаларында да болады. Бірақ ең маңыздысы, сол сенімсіздікке қарамай, оны іспен жеңу. Егер де сен өзіңе сенімді болсаң ғана сенімсіздікті іспен жеңе аласың. Сенімділік дегеніміз тәжірибеден туады. Ол күнделікті мүмкіндіктерді пайдалану. Сондықтан өзіңе сенімді бол, өзіңе жақсылық ойла, өзіңді ары қарай дамыта бер. Ойыңдағы жағымсыз негатив пен қорқынышты болдырма. Әрбір минут сенің дамуыңды арттырады. Ұлы адамдардың ойлау қабілеті өзгеше. Олардың көз қарасы да ерекшеленеді. Ұсақ, бақа шаян адамдардың қиын мәселелер мен негатив ойлар жеп қояды. Олар осы күнделікті мәселелерге түп тамырымен кіріп кетеді. Ал ұлы адамдар керісінше әр мәселені позитив жағынан қабылдайды. Себебі көз қарасы ерекше. Осы адамдар елді, халықты дамытады. Біз күнделікті қолданып жүрген компьютерді, көлікті, смартфонды ойлап тапқан, осы ойлау қабілеті ерекше армандарын іске асыратын ұлы адамдар. Әлемнің басты рөліндегі адамдар ол оптимистер, ал пессимистер жай ғана көрермен ретінде өмірлерін өткізеді. Сондықтан назарыңды өзіңе және өз армандарыңа аудар. Егер де қолыңнан бір нәрсе келмей, көңілің түсіп жатса, өзіңе болашақта қандай өмір қалайтыныңды ұмытпа. Басқа адамдар қалайтындай емес, өзің қалайтындай өмір сүрсең, күнделікті сені алға жетелейтін мақсаттарыңа назар аударып қол жеткізесің. Сені артқа тартатын барлық негативтен құтыласың. Осы өмірден қалағаныңды аласың. Ал егер де қиыншылықтар пайда болып, жауларың көбейіп, сені сындырмақ болған жағдайда, қалай оларға қарсы тұра аламын десең, сені бір ғана нәрсе құтқарады. Ол не болса да өз ісіңді жалғастыру. Тек жақсы ойларға ғана назарыңды аудар. Барлық негатив пен жаманшылықтарды саған тілегендердің өзіне қалдыр. Сонда олар өз негативтеріне өздері қақалып қалады. Осы сәттен не болса да өз ісіңді жалғастыру қаныңа сіңіп қалу керек. Бұл сенің парызың емес, бұл сенің өмірлік стилің. Басқаша болу мүмкін емес. Бұрын сенде болмаған дүниені қалайсың ба? Өзіңе сенімді мықты азамат болғың келеді ма? Онда
позитивті бол, мүмкіндіктердің барлығын пайдалан, ойлау қабілетіңді өзгерт. Егер де бұрынғы ойлау қабілетіңе оралсаң, өмірің өзгермей сол қалпы қалады. Сонда бұрынғы ойлау қабілетіңе қайтып келудің мағынасы қандай? Арнаға тіркеліп, пікір қалдырғандарыңызға мың алғыс.